аяулы мектебім, өзіңсің өмірдің көктемі. Нәр алып қолымды созамын, арманға көктегі. Мектебім келеміз тағы да, күн сайын өзіңді сағына. Сыңғырлап соғылды қоңырау, бар бала бағына. Мектебім, аяулы мектебім, бағыңда гүлдей боп көктедің. Өзіңсің білімнің бұлағы, нәр алып келемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағыңда гүлдей боп көктедің. Өзіңсің білімнің бұлағы, нәр алып келемін. Келеміз қуанып біз дайым, мектебім сен жайлы жырдайым. Ай қарай есігін ашады, қарсы алып күн сайын. Мектебім өзіңді сүйемін, білімді санамы түйемін. Аяулы ұстаздар алдында басымды иемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағыңда гүлдей боп көктедің. Өзіңсің білімнің бұлағы, нәр алып келемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағыңда гүлдей боп көктедің. Өзіңсің білімнің бұлағы, нәр алып келемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағыңда гүлдей боп көктедің. Өзіңсің білімнің бұлағы, нәр алып келемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағыңда гүлдей боп көктедің. Өзіңсің білімнің бұлағы, нәр алып келемін. Мектеп жел, тоқтат. Мектеп жел, тік тұр. Қазақстан Республикасының гимні орын алсын. Yeah.
салтанатты жиынды ашық деп жариялаймыз. Туған жерін бір тұтар қашанды адам, талайлар құт мекенге батарнаған, ақбұлағын тартып құшақ бауырына, ақтауым қол бұлғап тұр тауымында. Қадірменді қонақтар, қош келдіңіз, Ақтау атты әбәсем ауылыма. Үйшіп сағынып ауылыңды, келдіңіздер туған жер тумалары, сағынып ата жұртың ауылыңды. Кешегі өткен ел ағалардың есімдерін жаңғыртып қана қоймай, туған жерге еңбек сіңірген, дарын даралығымен ел мақтанышына айналған азаматтарды ардақтай білу баршамыздың парызымыз. Ендеше бүгінгі мерейтойымыздың құрметті қонақтарымен таныс болыңыздар. Ертай Кахуш, Сара Апаев, Лайла Зайкешевна, Қарысай ағай Азат Шамшиевна, Рахман Ешевич, Балайка Апай және балалары, Айсифис Галиевна, Светлана Николаевна, Адира Нұрғалиевна, Тұрыс Апай, Мөліған Мұқан Галиевна, Рахман Бақыржановна, Ольга Изимовна, Дәулет Дәулетовна, Мақтал Қасымовна, Нұрлан Хайрыш, Сада Каримовна, Азамат Хайгалиевич, Алтынай Сергеевна, Клара Еркиновна, Мадира Каримовна, Аргуш Шекпаевич, Яна Владимировна, Гүлмира Емимовна, Күләш Саргалиевна, Мұрат Ағауовна, Күлбай Сагиевна, Мақтор Күйікалиев, Өмірзақ Теміргалиевич, Ауза Қасқан, және шақырылу қонақтар ішінде Карл Маркс колхозының басқармасы осы ауылда бастауыш мектепті ашқызған Жүсіпәлиев Бадаштың ұрпағы, мектебімізде директор болған Бадашев Өтеп Бадашевичтің немересі, 92 жылғы мектеп түлегі Бадашев Алмаз Бекетович, аудан әкімінің орынбасары Жұбанышқали Революциясына, Тасқал аудандық білім бөлімінің басшысы Нарымбаев Асан Маратович, ауыл әкімі Орынбек Жамбулович, және 1982 жылғы мектеп түлектері, мектебіміздің демеушілері Асанов Әлібек Якупович және Ергалиев Азат Айгалиевич бар. мектебіміздің түлегі облыс аппаратының бас маманы Нұрсұлтан Каримолла Серік. Мектебіміздің өркендеп қанат жаюына сүбелі үлес қосқан, талай шәкірттерінің алғысына бөленіп, армандарына жол ашқан, қазіргі таңда арамызда жоқ ұстаздарымызды еске алу үшін 1 минут үнсіздік жариялаймыз. Рахмет. Мектеп директоры Ахметов Хафиз Маратұлына беріледі. Біздің мектебімізге 50 жыл толған екен. Әрине жарты ғасырдың ішінде талай-талай ұстазымыз, талай-талай шәкірттеріміз биік саңлап кетті. Сондықтан қазір алдыңызда, құрметті оқушылар, алдыңызда отырған ұстаздар әрбір жылдарда өздерінің үлесін қосып, осы мектептің абыройын асқақтауға күшін салды. Оған мен өзім куәмін. Құрметті ұстаздарым, қазір аттарымыз атап қажет жоқ қой, өйткені бәріңізде бір ұжымсыздар. Сондықтан өзім атынан, мектеп ұжымы атынан және мына оқушылар атынан бас иіп рахметімді айтамыз. Алғысымыз зор. Әрине білім алу мен білім беру инемен құдық қазғандай кейбір кездерде байқалмай қалып жатыр. Кейбірде құрметті ұстаздар жүйкелерін жұқартқан болармыз балалықпен. Оған да кешірім өтінеміз. Енді еліміздің болашақ оқушылар сіздер. Осы қорғайтындар да сіздер. Соның ішіне 11-ші сынып оқушыларына, мектеп түлектеріне үлкен үміт артамыз. Және сізге сенеміз де. Біздің мектебіміздің абыройын көтеретін сіздер. Сондықтан жылдан жылға осы Ақтау орта мектебі биіктен көріне берсін деген тілек айтамын. Қош келдіңіздер. 50 жылдық мерейтойы құтты болсын. Мереке ортақ. Рахмет. Құттықтау сөз мектебіміздің түлегі облыс аппаратының бас маманы Нұрсұлтан Каримолла Серікке және
аудандық білім бөлімінің басшысы Нарымбаев Асан Маратұлына беріледі. Ассалаумағалейкум, құрметті Ақтау ауылының тұрғындары, Ақтау орта мектебінің ұжымы, ардагер ұстаздар, баршаңызды бүгінгі мына Ақтау орта мектебінің жарты ғасырлық, яғни 50 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мен өзім мына осы мектептің бұрынғы директор болған, осы ауылға сыйлы азаматтардың ұрпағы десек те болады. Облыс әкімінің орынбасары Алмаз Бекетұлы Бадашевтың тікелей тапсырмасымен келіп отырған жайым бар. Ол кісі шақыру қағазын алғаннан кейін өзі іс-сапарда болу себебіне байланысты мен осы өзінің тапсырмасын беріп, сіздерге сәлем жолдап, үлкен алғысын білдіріп, осы іс-шараға қатысып келуін тапсырған болатын. Сол себепті осы іс-шараға келіп жатқан жайым бар. Енді бұл Ақтау орта мектебі маған да өте ыстық болып келеді. Мен осы мектепте өзім білім алдым. Осы жерде маған білім нәрін сусындатқан ұстаздарым отыр. Баршаңызға осы сәтті пайдаланып алғыс білдіремін. Осы мерейтой бәрімізге ортақ, әрдайым тек бүлдіршіндеріміз биіктен көрініп, бәрімізді осылай қуантып, еліміздің мақтанышы болып жүре берсін дегім келеді. Мерейтойларыңыз құтты болсын. Ардақты ағайын, құрметті әріптестер, ардагер ұстаздар, баршаңызды бүгінгі осы Ақтау жалпы білім беретін орта мектебінің 50 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Өмірдегі ізгілікті де мәртебелі мамандықты жүрегіңізбен қалап, қиында қызығы мол білім саласында еңбек етіп, жас ұрпақты өркениет талабына жетелеудегі еңбектеріңіз ұшан теңіз деп білеміз. Ұстаз жақсын, ұстамы жақсы дегендей, сапалы қоғам, саналы адам мен тәрбиелі жастармен мықты дегендей, сіздердің осы бүгінгі таңда іздеріңізді басып, жолыңызды қуған, мыңдаған осы мектептің түлектері, осы өңіріміздің әрбір түкпір-түкпірінде, әрбір саласында қажырлы еңбек етіп, ауқымды істер тудыруда десек, артық болмас деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі мерейтоймен барлығымызды құттықтай отырып, әрбір отбасыға, әрбір әріптестеріне шығармашылық табыс, жанұялық бақыт, әрбір өзіңіздің ойлаған мұрат мақсаттарыңызға жетіп, әр күндеріңізде қуаныш пен жақсылыққа толсын дегім келеді. Таудай талапты, озық ойлы шәкірттеріңіз көп болсын, мерейтой құтты болсын дегім келеді. Қасиетті қара шаңырақта бір кездері дәріс берген ұлағат иелері, ардагер ұстаздарымыз бүгінде ортамызда отыр. Қай кезде де олардың лебіз тілектері көңілге қонымды, жүрекке жақын екендігі көпшілік куәміз. Ал бүгінгі мерейтойымызға алыстан ат артып келіп отырған ардагер ұстаздарымыз Елтай ағайға, Ләйла апайға және Райса апайға сөз кезегін береміз. Құрметті жиналған қалай. Бүгін біз Ақтау орта мектебінің 50 жылдық тойына келіп отырған, осы мектепте бір жылдары жұмыс жасаған ұстаздарымыз. Әрине, осы мектеп құрылғаннан кейін, осы мектептің осы ғимараты тұрғызылған мезгілде осында біз жұмыс жасап, осындағы оқушыларды тәрбиелеудегі еңбегіміз сіңген ұстаздардың біріміз. Қасында отырған Ләйла Кәкешевна, мінекей Райса, осылар бірге істеген менің жолдастарым, былай қарағанда. Ал мен сіздерді осы той мерекесімен құттықтай отырып, бәріңізге денсаулық тілеп, алдағы уақытта біздің Ақтау орта мектебінің абыройын асқақтата беретін азамат-азаматшалар болып өсе береді жеттемін. Бәріңізде аманшылықта болыңыздар. Біздің жолымызды қуып, осы мектептің абыройын асқақтатуда
өз үлестеріңізді қоса беруге шын ниетіммен тілектеспін. Құрметті әріптестерім, құрметті осы мектептің тәрбиеленуші оқушыларым. Біз үшін, мен үшін осы мектептің орны бөлек. 50 жыл осы педагогика жолында жұмыс жасаған екенмін. Соның 47 жылында мен басқарушы жұмыстарды атқардым. Сонда көргенім, түсінгенім, білгенім Ақтау мектебінің педагогикалық ұжымындай ұжым мен көрген жоқпын. Қала мектептерінде оларда да басшы болып жұмыс істедім. Академияда жұмыс істедім. 88-ден бастап 2010-ға шейін жұмыс істедім. Сол жыл бірталай уақыт қой, соның ішінде мен әрқашан жұмыс істеген жерімде сол жұмыс істеген мектебімнің, жоғары оқу орнының ұжымын біздің ұжыммен салыстыратын едім. Ерекше ұжым. Білмеймін, ең басында дұрыс басқарушы болғандықтан екен. Білмеймін, ұстаздар бірін-бірі жақсы түсінгендіктен бе екен. Қалай болғанда да алдыңғы директор, алдыңғы басшылардың қол жеткен табыстарын келесі директор, келесі коллектив міндетті түрде жалғастырып кетеді. Менің таңғалғаныммен басқасын айтпай-ақ қояйын. Мақтаулы 11-ші мектеп Орал қаласындағы. Сол мектепте осы мектептен кейін барғанда ойладым, мен мына 11-ші мектепте жұмыс істей алмайтын болар. Олар деген республика белгілі мектеп қой деп. Шамасыздар ма? Ол мектептің негізгі коллективінің деңгейі, білім деңгейі, біліктілік деңгейі, мен білім деңгейі деп айтуға ұялмайым да, қорықпайым да. Біліктілік деңгейі әсіресе көп төменеді. Ақтаудың мұғалімдердің. Сондықтан мен осы қазір осы жерде отырған, өкінішке орай ортамыздан кеткен, мен де атағым келіп тұрған жоқ, дегенмен де кейбіреулерін атап кетсем, егер біреулер аталмай қалса, маған ренжімес. Айғали ағай, Өтеп ағай, Нәсіп, Жеңіс Мұрат, Нағим апай, барша апай, өзімнің мұғалімдерім. Осы аталған адамдардың 70% өзімнің менің мұғалімдерім. Ал осы адамдардың салған сара жолдарын біз жалғастыруға тырыстық. Сол адамдардың есімдері, істеген еңбектері менің жүрегімде өмір-бақи қалды. Мен солардың өзімді оқушы деп есептеймін. Ал енді қазір арамызда отырған корифейлер Ажар апай, Елден Кахович, жастары бұл адамдардай болмаса да, бірақ осы адамдармен қатарлас жұмыс істеп, осы адамдардың жетістіктерін жалғастырған Күнсұлу Хамидуллиевна, қазір ортамызда болмай отырған ауырып қалыпты Зәуре Дәулетовна, Мөнира Мұкынгалиевна, Алтынай Ганиевна, бар болғаны 2-3 жыл жұмыс істегенде бұл адамның қаншалықты табысқа жететініне мен көзім жетті. Өкінішке орай Алтынай Ганиевна сосын жұмыс істемей қойды. Райса Сейткалиевна, тағы да басқа да, тағы да біреулерді айтпай қалсам, ренжімеуіңізді өтінемін. Сондай керемет мұғалімдер. Сол мұғалімдер мінекей қазір осы коллективке негіз болып, болашақ өздерден соңынан ілескен жастарды тап осы салынған, әуелдегі салынған сара жолмен жүруге жүргізе білді. Күләнда Өлдановна. Күләнданың бір қарағанда ол не? Ол өлең үйрететін. Сол пән деп есептемейтін ертеректе. Ал осы Күләнданың осы мектепке салған, жұмсаған еңбегі ол ұшан теңіз. Мен қанша мектепте жұмыс істедім, Күләндадай
музыка пәнінің мұғалімін көрген жоқпын. Сондықтан балалар, сондықтан жас ұстаздар осы аталған мұғалімдерге ұқсас болуға тырысыңыздар. Менің қуанатыным осы коллективте өзім кезінде мұғалімдерімнің қол астында жұмыс істеген болсам, қазір қарап отырмын, кейбіреулерін танымай қалып жатырмын, Ойрелі Жакишинде келіп құшақтап жатыр. Көбі коллективтің мүшелерінің, мұғалімдерінің, ол біздердің оқушыларымыз еді. Мына Хафиздің директор болғаны, Ерсайынның жұмыс істегені, Өмірзақтың жұмыс істегені, мына басқа қыздар бәрі де қайсысын атап жатайын, уақыт аз ғой. Сіздерге көптен көп рахмет. Осы әңгімелердің сыры неде деген сұрақ мені ойландырып тұр. Осы әңгіменің сыры неде? Осы әңгіменің сырының менің түйсігім бойынша үлкен жауапкершілікте деп түсінемін. Осы ағалардың алдында ұятқа қалмау, өзіміздің оқытқан ұстаздарымыздың алдында ұятқа қалмау. Қазір мен мына жерге ұстаз ретінде, мүмкін мектеп кезінде азын-шоғын мектеп басшысы болған ретінде шығып тұрған болар, бірақ ұстаздың да ұстазы бар, біздің де ұстаздарымыз бар. Біз Ертай Ақбиштің төбесі көрінгенде басқаша сезінетін едік. Үйінен шығып келе жатқанда басқаша сезінетін едік. Мен алғаш мектеп еңбек жолында мына Степной орта мектебінде бастадым. Институт бітіп келгеннен кейін азын-шоғын уақыттарыңызды аламын, кешіріңіздер. Жаңа бұндай ойды негізі айтам деп ойлаған жоқпын, Ләйла Жекешевтің ойынан туындап жатыр. Сонда ең бірінші 1-90-ның педсоветінен кейін, педсоветте завуч болды ол кезде ол кісі. Журналды ашты да бүкіл мұғалімдердің көзінше айтты. Менің ол кісіге таныстығым жоқ, ол кісіні мен білмеймін. Журналдың артында просто конверт жапсырған екенмін. Сол конвертке жаңағы оқушылардың кімнің келмей қалғаны справкасы, бірдеңелері бәрі соның ішінде жазып отыр екен. Сонда айтты, мынау деген, ал мына жап-жас ұстазды Ләйшкешін есіңізде бар ма жоқ па? Бар кезінде. Қазір айта аламын бәрінде. Мына қараңдар, жап-жас мұғалімнің күні кеше 1.90 ғана істеп жатыр. Мынау деген, осындай неге тиянақты болмайсыңдар? Сол сөзден кейін мен түсе алған жоқпын. Төмен түсуге мүмкіндік болған жоқ оған. Мүмкіндік болған жоқ. Бұл кісіден кейін сол мектепте организатор дейді ғой енді қазір сол кезде ұйымдастырушылық жұмыс атқардым. Кейін сол мектеп біздің аса қадірлі өте бір идея беретін. Біздер осы мектепте істеп жүргенде мына жерде учительский болып бір жаңа іс-әрекет жасайтын болса, осында бір іс-шара өткізілетін болса, кіремізде Утепбадаев отырады, былай еді столда. Утепбадаев идея керек дейтін едік. Сонда қандай идея дейді? Былай. 1-2 минут уақыт бер, содан кейін марқұм 1-2 минут уақытта ол деген идеясын айтып салады, сол идея бойынша біздер жұмыс жасадық. Төгіп салады. Кейін ана ескі мектепте жүргенде мен бір оңбай құлағаным есімде. Күнсұлу Хамидуллина сіздің есіңізде бар ма? Күнсұлу Хамидуллина, сіз де менің ұстазым, біздер жасымыз шамалас, бірақ бүкіл организаторлар келіп, осы ауданның ылғи орыстар сол кезде менің жаңа нан туралы сабақ өткіздім, жаспын айтырым. Сонда оңбай құладым. Ол құлаған себебім мен даусымнан құладым. Қазір мына микрофонсыз айтсам да сендерге естілетін болар, сол дауыс әлі келе жатыр. Күнсұлу Хамидуллина, ештеңе етпейді. Ертең 2 айдан кейін қайта жинайық деп. Сол 2 айдан кейін қайта жинап, мен қайта сабақ өткізіп тәрбие сағатын. Соның бәрі менің есімде. Сол жаңа Ләйла Жекешевтің айтылған ойлар, сол жауапкершіліктен туған нәрсе. Сондықтан ең бірінші жаңағы ұстазымызға қарап өстік деді ғой, соларға қарап, солардың алдында ұятқа қалмау деген біздің жүрегімізде мәңгі ұялаған нәрсе. Ата-ананың алдында ұятқа қалмау, ұстазды ұятқа қалдырмау. Бүгінгі жас шәкірттерге мына мектептегі оқып жатқан кішкентай мынау Мағжан, Бейбарыс, кім Жанерке, сендерден кейін мына өскен аналар менің немерелерім болғасын айтып жатырмын, аттарын біліп, қалғандардың аттарын білмейтін болғандықтан. Сендердің күні ертең, енді 10-15 жылдан кейін, енді 5-6 жылдан кейін мына жерде отырмастарыңа кім куә береді? Сендер де осы атаққа лайықсыңдар. Сендер де бір кезде осы жерде түсіп тұрған кішкентай сәбилер, сендер де міне менің ұстазым, міне осы мектепте оқыған, осы мектептің түлегі деп айтатын. Осы мектептің түлегі деп айтатын адамдар өте көп, мектептің бітірушілері өте көп. Енді мынау сендерге сәттілік тілеймін. Сол біздің басымыздағы жақсылық дәурен сендердің бастарыңа келсін. Енді мынау жоғарыда тұрған біздің жаңа айттым ғой, енді ұстаз, біздің ұстаздарымыз бар. Біздің артымыздан келе жатқан жастар бар. Ол жастардың өзі қазір, мысалы Дариға, біздің Төлеуқайыровна, Дариға Гарифулиевна, біздің Баян Мұхамеджанова, Жеңіс Мұратовна,
кейін анда аттар Ләжікісінің сияқты Кенжеғали бар, Ерсай бір тағы. Олар біздің қазір біздің орнымызды басты сол кезде. Сол кезде біздер жұмыс жасап жүрген кезде коллективте бәрі мына Мағиралар бәрі 30-ға жетпеген жастар болды. Үлкен коллектив болды. Ләжікешін айтқандай өте мықты коллектив болды. Сондықтан сіздерге мынау Ақтау орта мектебінің осы жылдар бойы келе жатқан мерейін түсірмеу, соған лайықты болу сендердің ол қолдарынан келеді біздің коллективтің. Және тек қана мектеп емес, ауылдағы бұл ең бірінші бетке ұстар мұғалім болу керек. Болу керек. Қазіргі заманның анау-мынаусына қарамау керек. Біз осы ауылдың тұлғасымыз. Біз осы ауылды, Ақтау ауылын тек қана Ақтау орта мектебін емес, Ақтау ауылын жоғары деңгейге көтеруге тиістіміз. Осы ауылда рухани жағынан бір әлсіздіктер болып жатса, неге біздер оған жайбарақат қараймыз? Неге біздер осыны түзеуге тырыспаймыз? Неге біздің қолымыздан келмейді деген ойлар мазалау керек сіздерді. Сондықтан Ақтау ауылын мына жерде әкім отыр, солай ма? Әкім отыр, сіздің ауылыңыздың жалпы біздің Ақтау ауылы мерейі үстем болсын. Енді шаға кіріп келе жатқаннан біздер Хафиздің қолын байқадық. Хафиз Маратұлы айналайын, мына мектепке жаңадан келіп жатыр екенсің, бірақ бұл сенің өзің мектебің, сондықтан сенде үлкен жауапкершілік бар. Сен деп айтып жатырмын, кешіріңіз, сенде үлкен жауапкершілік бар. Бұрынғы Елтай Кахович басқарған уақыттағы мектептің мерейін жоғары дәрежеде көтереді деген ойдамын. Себебі сенің қолыңда мына Баян сияқты үлкен деген іскер өзіңнің жаңа қолған атың бар. Мына Баян біздің Жеңіс Мұратында тап сендердей болды, осында оқыды. Осы мектептің түлегі қазір міне осы мектепте басшы қызметте істеп жатыр. Бәріңізге де сәттілік тілеймін, уақыттарыңызды алғаныма. Кешіріңіздер, бәрі сәтті болсын. Италияға қош келдіңіз. Алғыс барлық ұл қыздар, құрметтейді ел сізді, сәлем арнап ән жырдан. Талай жыл еңбек етті бұл мектепте, жетер еді шәкірттерін орыс тілі әлеміне. Ажар апай әрқашан байсалды мінезімен баурап алды баршаны бір өзіне. Атам-ата әжеме де, әкеме де, анама кітап білім бұлағын, кітап оқытып үйреткен күміс әже осындай. Сіз де аман болыңыз, жарқылай беріңіз осылай. Ұстаз болған ауылға, шәкірт туыс бауырға, аналарға, қыздарға, ел басқарар ұлдарға, ұстаздардың ұстазы Ләйлә әже ортамыз толықсыз барды. Ғажай ашып бастаған дейді бақчан атамыз, деніңіз сау аман боп, ұзақ өмір жасаңыз. Бізде сізді көргенде, командирді көргенде аяқын басамыз. Мен Қалихан тегі Радеке Елдос қызым. Қош келдіңдер аталар, әжелер мен апалар. Тәрбие берген ұрпағын еліңді алға апарар. Осы жерде құрметті әжемнің досы Райса әже. Жетекші болған әкеме Рансулудай апа бар. Қызық туман, қош келдіңіз бәріңіз, құтты болсын мереке. Қызық туман көріңіз, сізге ашық сөріміз. Тірлік нәсібетін биология деп үйреткен, Жанатан мектебінде хофисті күлетін. Күтфу әже аяба шәкірті үшін екен. Аналарымыз айгүл етіп билеген, Дәуре әже үйретіп, ренде түрді білмеген. Көздеріңіз күлімдеп, қызығып бізге қарайсыз, әлі қара жүрғаны үйретуге жарайсыз. Орыс тілін үйреткен, әкеген абашаға, жұмағыз бақытжанына, әже ұстаз жақсана, ұмытпайды сізге жүріп, тұлға қызға әлі жас, қызға қарап тамсана. Жетекші болған әкеме Жансұлу атты апа бар. Аман есен жүріңдер, ұл-қыз немерен қызығын бірге көріңдер. Тас болған әкеме ана апа жеңдемен нұрладағы мұналғы капиталға қысайсыз бас болған алып келмейді.
күні бойы қызыққа батамызды қаламыз, үйренеміз өнеріміз, шетімізде шеберіміз, тақпақ айтып әнжырқап, билеп береміз. Жыл бойы жоспарлап, ойымызда жүрген үлкен осы бүгінгі іс-шара бүгін жүзеге асуда. Сіздердің келгендеріңізге көп рахмет, өте қуаныштымыз сіздерді көріп. Енді мен осы ауылдың тұлғасы, осы ауылдың қызы, осы мектептің түлегі, осы мектептің мұғалімі, әке-шешем де осы мектепте жұмыс жасағасын, және осы сіздердің шәкірттеріңіз болғандықтан, әрине маған ауылдың тарихы, мектептің тарихы өте ыстық. Сондай жоспармен биыл жазда жан-жаққа хабарласып, үлкен ардагер ұстаздармен ақылдасып, мәлімет жинап, фотосуреттер жинап, бұрынғы алғашқы мектептер қалай ашылғаны туралы жан-жақтан мәлімет жинап, мектеп мұражайдағы мәліметтерге сүйене отырып, үлкен осындай жұмысты бастап кеттік. Бүгін биыл мектепке жаңадан келген директорымыз Хафиз Маратович, осы мектептің түлегі, және ауыл әкімі Орынбек Жамбулович та біздің осы ісімізді қолдады, көмектерін аяған жоқ, ол кісілерге де рахмет. Енді сіздердің келгендеріңізге қуаныштымыз. Бәріңіз де осы мектепте еңбек етіп, зейнетке шықтыңыз, кейбіреулеріңіз еңбек жолын осы мектептен бастадыңыз, жастық шақтарыңыз осы мектепте өтті. Сондықтан бүгін бір өткен өмірге саяхат жасап, бір жасарып қалады деп біздер өтеміз. Қош келдіңіз. Мектебіміздің 50 жылдық тарихында ұжымға басшылық еткен әрбір басшы өзінің жеке тұлғалық ерекшеліктерімен есте қалары сөзсіз. Мына жерде мектеп директорлары келіп отыр бізге. Сонау 80-ші жылдардан бастап, Елтай Қақшынан бастап, Бақшан Есенші, Райса Пайлар, Ләйла Закишина, Нұрлан Хайырович. Сол ұжыммен ақылдасып, біз номинация берейік деп келістік. Сол Елтай Қақшевич осы мектептің іргетасын қалаған, ол кезде біздер 10-шы сынып оқушысымыз, технология пән сабағында осында келетін едік, Қошан Аревич бар, тәрі басқа біздер де келеді осында. Сол кезде Елтай Қақшевич көп жылдар бойы еңбек етті, әлі есімізде қандай директор болғанын. Сондықтан ол кісіге ұлағатты басшы деген номинация береміз. Директор болған кезде Райса Бай, Райса Сеткалиевна мектептің тәрбие жұмысына көп еңбек етті. Соның ішінде ұлттық тәрбиеге үлкен мән берген басшы, сондықтан ұлт жанды басшы деген номинация. Ана кішкентай мектепте алғашқы музей боевой славы деді, ол кезде алғашқы мұражай ашты. Содан кейін осы жаңа мектепке көшкенде сол Ерсайны Батулович басшы болған кезде сол мұражайда көбінесе Бақшан Есенші бізді басқарып жүретін еді. Бүкіл мәліметтерді жинап, ауылдастармен жұмыстанып, және ол кісі сурет салады, бүкіл бұрынғы мұғалімдердің еске алуларына қарағанда, осы сол жас кезінде сол кісілерге көрнекіліктер жасап береді екен, жазып береді екен, бұрынғыда ондай компьютер жоқ, сондықтан бұл кісіге жан-жақты басшы деген номинация береді. Ең ұзақ жылдары Ақтау мектебінде жұмыс жасаған 13 жыл Нұрлан Хайырович екен. Ол кезде 90-шы жылдар өте қиын заман, зарплат жоқ, мұғалімдер сондай кезде жұмыстанды осы кісінің басшылығымен. Сондықтан бұл кісіге қайратты басшы деген номинация береді. Осы мектептің түлегі, ауылдың тұрғыны. Ол кісі басшы болғанда мектеп мұражайы ашылды, мектептің жанынан балабақша ашылды, ауыл жанашыры деген номинация береді. Келесі директор жас, бұл 2007 жыл біздің ұжымға келгенде жас директор, жаңа еңбек басшы ретінде жаңа еңбек жолын бастады.
ол кісі өзі жан жақты, әр мұғалімге күндеген қауын сұрап шығады, бір айналып өзі сонша жылдам, сондықтан оған жанашыр басшы деп Артур Серікбай шыға береді. Қазақстан күннен күнге өркендеп гүлденуде. Біз осындай елде туғанымызға бақыттымыз. Бүгін оқушылар, ұстаздар, құрметті қонақтар, Республикалық қоғамдық бірлестігі Жасұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымына қабылдау рәсіміне куә болыңыздар. Жасұланға қабылданатын 5-ші сынып оқушылары: Қалихан Бейбарыс, Досқалиева Айзада, Меритова Камила, Пакетов Сабыр, Мутигалиев Анарбек, Орақова Инабат, Велимова Ақботан. Мәулет Нұртілек. Біз отанның ұлана, жер қайысқан қалың қол, тәуелсіз ел ұлана, ант беруге дайын бол. Батырлар өзіңден қорғаған, ақындар жырымен толғаған, еліне ерлігін жарасқан құшағын жаяды кез даған. Дәстүрін жалғаған, қиялын биікке самғаған, көшбасшы соңында қалмаған, қыранға санатын құмдаған. Мен Қалихан Бейбарыс, Қазақстан Республикасының патриоты болуға, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге, туған жерім, елім, отанымды мақтан етуге, ата-анамды қадірлеуге, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге, білімге табандылықпен ұмтылуға, салауатты өмір салтын ұстауға, табиғатты аялауға, Жасұлан езесін бұлжытпай сақтауға және оны өз достарынан талап қылуға ант етемін. Ант етемін, ант етемін, ант етемін. Енді құрметті қонақтар арасынан осы мектеп түлектерінің галстук байлау рәсіміне шақырамыз. Ертай Кахыш, Ажар Жамшаевна. Долгих лет успехов в работе. Пожелать вам все дети хотят. Пусть удачные долгие годы вместе с птицами счастья летят. Не смейте забывать учителей. Они о нас тревожатся и помнят. И в тишине задумавшихся комнат ждут наших возвращений и вестей. А мы порой так равнодушны к ним. Под Новый год не шлем им поздравлений. А в суету или попросту из лени не пишем, не заходим, не звоним. Они нас ждут, они следят за нами и радуются всякий раз за тех, кто снова где-то выдержал экзамен на мужество, на честность, на успех. Не смейте забывать учителей. Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Ученики приносят славу ей. Не смейте забывать учителей. Би Париж вальсі орындайтын Гүлдер би үйірмесінің мүшелері. Осымен мектебіміздің 50 жылдық мерейтойына арналған салтанатты жиынымызды жабық деп жариялаймыз. Бұдан әрі қарай мектебіміздің тарихынан сыр шертетін мектеп мұражайына саяхатқа және мектебіміздің қайнаған өмірін бейнебаяндарды тамашалауға шақырамыз.
Шалықты думаны, таусылмас жыр әні, бұл ғұмыр шағымнан сөнбестей шырағы. Қалқыса қыраны, бабалар торағы, сағынып жеткенде әлдилеп тұрады. Асқарлы тауларым, жемісті бау-бағым, жүрсем де шырақта аңсаудан талмадым. Жүргенде қиялап, өсірдің аялап, сан ғасыр тарихы ауылым саябақ. Көгінде күн күлген, тауында бүлдірген, алыста безерден қаларын кім білген. Қас қонған айданам, көк майса шалғанам, соқса да дауалың армансын ауылым. Қас қонған айданам, көк майса шалғанам, соқса да дауалың армансын ауылым. Ғалымда көреген, дарында төлеген, шаңғытқан жолыңнан бақытты көремен. Сылдырап қолағым, жайқалған қорағым, сағыныш сазымды өзіңе арнадым. Бәрі де есімде, астырсап төсінде, қызықты сәттерім өтті ғой кешінде. Мен шыққан есігім, киелі бесігім, ұрпақтан ұрпаққа шарықтар есімін. Көгінде көңілген, тауыңда бүлдірген, алыстап безерден қаларын кім білген. Қаз қонған айдыным, көк майса шалғаным, соқса да дауылың армансың ауылым. Қаз қонған айдыным, көк майса шалғаным, соқса да дауылың армансың ауылым. Көгінде күн күлген, тауында бүлдірген, алыста безерден қаларын кім білген. Қас қонған айданам, көк майса шалғанам, соқса да дауалың армансын ауылым. Көгінде күн күлген, тауыңда бүлдірген, алыста безерден қаларын кім білген. Қас қонған айдыным, көк майса шалғаным, соқса да дауылың армансың ауылым. Қас қонған айдыным, көк майса шалғаным, соқса да дауылың армансың ауылым. Халық көрмесіне қатысып, ВДНХ медальмен марапатталған болатын. Сонымен қатар Жүсіп Әли Бадаш алғашқы оқушыларға бастауыш мектепті ашқан болатын. Осы мектепте білім алған оқушылар кейін көптеген жетістіктерге жеткен болатын. Сонымен қатар мұражайдың жанынан ашылған шежіре ұйымының зерттеу барысында бұрын Ақтау полиция аталғандығы туралы және де осы совхозда алғаш бастауыш білімді берген Игіліков Абыталып. Ол кісінің 100 жылдығына орай қыздармен хабарласу барысында ол кісінің тұтынған жеке заттарын, сынып журналдарын бізге сыйға тартқан болатын. Келесі стендіміз барлығы да майдан үшін, барлығы да жеңіс үшін деп аталады. Және де соғыс жылдарында біздің ауылымызда да өте қиын уақыт болды. Соғыстың өртті танып тұрған кезде ауылымызда да қиын болған болатын. Және де броньмен қалған ағаларымызды көріп тұрсыздар. Сүлейменов Әйел, Қабашұлы Құсмеден, Танбаев Ермек сынды аталарымызды. Тең бөліскен ұлы жеңіс үлесін, ана ардагер, ана бізде ұлы есім. Бұнда біздер жұбайлар, ер азаматтар соғысқа кеткен соң әртүрлі жұмыстар, қол жұмыстарын жасап, қиында өте қиын жұмыстар жасаған апаларымызды да айтып кетуге болады. Сол ішінде Ергалиева Насыр, Сүлейменова Қанзира, Шынбаева Жібек сынды әжелерімізді жатқызамыз. Олар әртүрлі еңбек жұмыстарын жасаған, қол жұмыстарын да жасаған, шойын жол жасауға да шыққан. Және де өздерінің қайталанбас ерліктері, жұмыстары үшін әртүрлі медальдармен, ордендермен марапатталған. Және де тың және тайған жерлерді игергені үшін атты медальдармен де марапатталған Насырова Узипасында әжемізді көріп тұрсыз. Келесі стендіміз біз тыңды тыңдықты көтерді деп аталады. 1954 жылы ауданда 1954 Ауылда өстім шағына аула бер келіп,
қаладан ұштым, қанатым қатты ертерек. Қалаға келдім, бақытым күтіп тұрғандай. Армандар асқан, қиялдар қилы жетелеп. Керемет қала, әсемде зәулім үйлерім. Шумен шулап, гүлмен бірге гүлдедім. Бәрі де жақсы, қабыққан кезде бірақта. Сағыныш кернеп, ауылым сені іздедім. Ауылым аңсадым, әппақ таңыңды, тұнық кешіңді. Алма бағыңды өзіңе барып, қуып сағымды іздеймін бала, балғын шағымды. Достармен бірге саялап саябақтарым, зымырап өтті қалада қызық шақтарым. Ресторан, кафе, сауық пен сайран кешсем де, қаладан мынау жаныма сая таппадым. Ауылым аңсадым, әппақ таңыңды, тұнық кешіңді. Алма бағыңды өзіңе барып, қуып сағымды іздеймін бала, балғын шағымды. Бүгінде құрылған оқу орны бүгінде оқушыларымызға дәйекті білім беріп, тәрбиелеп, сара жолға салған қара шаңырақ. Аудандағы еңселі беделді оқу орындарының бірі болып саналады. 50 жылдық тарихы бар білім ордасы бүгінгі күні биік тұғырда көрініп жүр. 50 жыл мерзім ішінде мыңдаған білікті шәкірттер даярлап, білім беру саласында орасан тәжірибе жинақтады. Танымал мектеп ретінде қалыптасу жолында күрделі және үлкен белестерден өтті. Мектептің өмір сүру кезеңдері мемлекетіміздің, жалпы еліміздің қалыптасу кезеңдерімен тығыз ұштасып келеді. Жергілікті әкімшілік аумақтық өзгерумен қатар жүріп отырды. Яғни оқу орнының негізі сонау Карл Маркс атындағы колхозы бастауыш мектеп болып 1929 жылы және 1965 жылы совхоз Красный Майор клубына байланысты мектептің жаңа ғимараттан толыққанды Ақтау орта мектебі болып ашылады. Міне, өздеріңіз байқап отырғандай, Ақтауының құрылуына 50 жылдық датасына тұспа-тұс келуде. Әрине, сонау жылдарды есептесек, 86 жылдық тарихы бар. Ақтау мектеп балабақшасының атқарушы өз түлектері. Олар қазір республикамыздың түкпір-түкпірінде қызмет атқарып жүрген және жоғары білікті, жауапкершілік, білім-даму көрсетіп, ерекшеліктерін үлкен мақтанышпен атап өту қажет. Мектеп, білім, ғылым, осы үш ауыз сөз бейне бір тазалықтың белгісі, танымалықтың кірісі, тәлім мен тәрбиенің қайнар бұғалық іспеттес. Ал елдің мәртебесі жолында еңбек етуші жандар, алдымен ұстаздар, данада, данышпанда, ғалымда, мұғалімнің алдынан өтеді. Алғашқы білім алған шәкірттердің оннан астамы ғылым кандидаттары мен профессорлар шықты. Мәселен, Қапанов Исмет тарих ғылымының кандидаты, Қарасаев Латиф философия ғылымының кандидаты, Мақсұтов жас білім мал дәрігер ғылымының кандидаты, Мақсұтов Сатуалды ауыл шаруашылығы ғылымының кандидаты, Төлеғалиев Тайман профессор, Зайнуллин Халилулла химия ғылымының профессоры, Қапанов Зинет, Қойбақ Айғали, Ақжанов Шайдулла, Қажғалиева Нағима, Сепетов Мақсұт, Ережеп Сабыр, Өміртаев Құрмантай, Айманов Тілеп еңбектері мен іс тәжірибелі облысқа танылған атақты тұлғалар еді. Қажғалиева Нағима Қажғалиевасы, Бадаш Өтеп Бадашұлы, Кахов Ильтай Кахович, Мустафина Ажаш Шамшиевна, Аскалиева Алла Бутигалиевна, Бакиша Светлана Николаевна, қазақ ссріне еңбек сіңген мұғалім атағын Қуанышқалиева Райса Сейітқалиевасы алса, халыққа білім беру ісінің үздігі Ыбырай Алтынсарин медаліне Бекеев Бақытжан Есенович иелік етті. Үздік ұстаз атанып, еңбек ардагері медальдарымен Қажғалиева Күміс Қажғалиевасы, Қазиева Күмісбу Хамидулла қыздар марапатталды. Тағы сол сияқты көптеген ұстаздарымыз бар. Бұл мектептен шыққан 8 мәдени және қоғам қайраткері бар.
15 еңбек қайраткері, 100-ден астам ұстаздар қызмет етті. Үлкен ұжымның бірлігі, біліктілігін нығайту, мектептің дамуына көп үлес қосқан 16 мектеп директоры басқарған. Қазақ мектебінің қалыптасуына қазақ сыныптарын алғашқы болып ашқан Игіліков Әбутәліп бастаса, олардың ізбасарлары бүгінгі күні мектеп басшы Ахмет Хафиз Маратұлы бастаған ұжыммен 50 жылдық мерейтойы аталып өтілуде. Солардың 100-ге жуығы мұғалім мамандығын атына түскен екен. Қалғандары агроном, инженер, дәрігер, мемлекеттік қызметші, әскери қызметші, құқық органдардың және басқа да көптеген мамандық иелері. Бұл біздің ауылымыздың мақтаныштары. Ол ұстазы Ахмет Байтұрсынов. Облыс әкімі аппаратының бас маманы Нұрсұлтан Серік Қалимолдаұлына ұсынылады. Ақтау ауылының тұрғындары, құрметті Ақтау орта мектебінің ұжымы, баршаңызды бүгінгі мына бәрімізге ортақ Ақтау орта мектебінің жарты ғасырлық 50 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Жаңа мектеп қабырғасында айтып кеткендей, мен осы мектептің түлегі, осы Ақтау ауылында үлкен әулеттің ұрпағы десек те болады. Облыс әкімі аппаратының, облыс әкімінің орынбасары Алмаз Бекетұлы Бадашевтың тапсырмасы бойынша келіп отырмын. Ол кісі осы Ақтау ауылына, Ақтау орта мектебінің ұжымына үлкен алғысын білдіріп, кешірім сұраған болатын. Ол кісі өз қазір іс-сапарда болғасын мені жіберді. Сол себептен облыс әкімі аппаратының басшылығы атынан және жеке өзімнің атынан осындай үлкен құрметпен шақырып сыйлағандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Әрдайым тек бүлдіршіндеріңіз сіздерді қуантып, мектептің абыройын асқақтатып, еліміздің мақтанышы болып жүре берсін дегім келеді. Мына жерде Алмаз Бекетұлының құттықтау сөзі бар, соны оқып, мектеп директорына табыстауға рұқсат етіңіздер. Құрметті Хафиз Маратұлы, сізді және сіз басқарып отырған ұжымды Ақтау орта жалпы білім беретін мектебіне 50 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. Білімнің күші құдіретті, ол бар жерде үздіксіз даму үрдісі жүреді. Білім мен ғылым арқылы өркениет дамып, мәдениет гүлденеді. Білім арқылы адам баласы өмірдегі өз орнын табады. Бүгінде жарты ғасыр толып отырған білім ұшағынан бірнеше шәкірт түлеп ұшты. Олардың алдыңғы толқыны зейнеткерлікке шықса, кейінгі буыны ел дамуына сүбелі үлес қосып келеді. Заманауи жабдықтармен жабдықталған оқу ордасынан әлі талай еліне белгілі азаматтар шығады деген сенімдемін. Сіздерді тағы бір мәрте Ақтау орта мектебінің 50 жылдық мерейтойымен құттықтай отырып, өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі өрелі жұмыстарыңызбен мемлекеттің гүлденуі жолындағы абыройлы істеріңізге толымды табыс тілеймін. Қызметтік жолдарыңыз тек өрлеу мен өсуге бастасын. Ізгі тілекпен Батыс Қазақстан облыс әкімінің орынбасары, Ақтау орта мектебінің 1992 жылғы түлегі Алмаз Бекетұлы Бадашев. Облыс әкімі орынбасарының сыйлығы бар еді, соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Баршаңызды тағы да осы Ақтау орта мектебінің 50 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. 50 жылдық тарихы бар осы мектепте ұзақ жылдар бойы жемісті еңбек етіп, әрбір жанға көрсеткен ықыласыңыз бен қамқорлығыңызды осы отырған ауылдастарыңыз, тума-туыстарыңыз, замандастарыңыз біледі, бағалайды, құрметтейді. Әркез өзіңіздің тәжірибеңізбен, білімділігіңізбен ел тәрбиесіне үлес қосып келесіздер. Сондықтан бүгінгі күні кешегі осы мектеп табалдырығынан аттатқан алғашқы қолымызға қалам ұстатқан ұстаздарымызға айтар ризашылығымызда, алғысымызда өте мол. Аудан әкімінің міндетін атқарушы Люция Сетина бүгінгі осы жиынға қатыса алмай отыр, кешірім сұрап жатыр. Сол кісінің атынан және өзінің атынан алғыс хаттар бар, соларды табыс етуге рұқсат етіңіздер. Құрметті Хафиз Маратұлы, сізді және сіз басшылық жасап отырған ұжымды Ақтау жалпы орта білім беретін мектептің 50 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Нағыз ұстаз, шынайы мұғалім, өскелең ұрпақтың бақыты, қоғамның, мемлекеттің байлығы. Осындай мәртебелі мамандықты үлкен абыроймен атқарып, білім саласында өзіндігін із қалдырып,
ұстаздық шырағымыз биік жаным, жан-жақты жетелеген тұлға тәрбиелеуде биік белестерден көрініп, шығармашылықпен еңбек етіп жүргеніңіз үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Еліміздің білімді азаматтарын тәрбиелеу жолындағы игілікті ісіңізге толағай табыс, деніңізге саулық, ғұмырыңызға шаттық, амандық тілеймін. Адамгершілік пен ізгіліктің үлгісі бола беріңіз. Ізгі ниетпен аудан әкімінің міндетін атқарушы Люция Жұбанышқалиева. Және білім бөлімінің ауысқаты, құрметті Ақтау мектебінің ұжымы, Алтын мектебіміздің 100 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Ауданның білім саласында қазіргі еңбек еткеніңіз үшін, туған өлкеміздің әлеуметтік экономикалық даму жолында қосқан үлесіңіз үшін шын жүректен алғыс білдіреміз. Мектеп ұжымы қай істе де парасаттылық танытып, жас ұрпақты тәрбиелеп, өз ақыл кеңестеріңізді олардың бойына дарыта білдіңіз. Сіздерден дәріс тәрбие алған, жолыңызды қуған жүздеген маман бұл күндері еліміздің әрбір өңіріне өзіңіз сияқты табысты еңбек етіп, абыройлы қызмет атқаруда. Баршаңызға зор денсаулық, отбасылық, бақыт, ырыс береке, шаңырағыңызға шаттық тілеймін. Ізгі ниетпен аудандық білім бөлімінің басшысы Нанбаев. Құрметті ауылдастар, және де Ақтау орта мектебінің ұстаздары, және де келген қонақтар, ұстаздар, бүгін үлкен мерейтой біздің ауылымызда. Енді толқытта тұрмын. Біріншіден енді осы келіп отырған ұстаздарымыз Ақтау орта мектебінің. Бәріңізге де көп-көп рахмет, біздің мектебімізді, ауылымызды сыйлап келіп жатқандарына алдыңғы уақыттарында алып. Енді біздер бүгін енді 50 жылдық қосты мектебімізге. Біздер 1965 жылы бірінші сыныпқа барып, осы арада мына негізі көп біз, 33 оқушымыз, бірақ енді әр себепке байланысты бүгін енді алыстағы класстастарымыз, сыныптастарымыз келе алмай қалды. Осы ауылдан енді мына Айсыны Қаншайым деген біздің 10-шы сыныбының оқушысы, Бабекелов Жүсіп деген класстасымыз, Төлеуғалиев Нұржан деген класстасымыз осылар келіп қатысып жатыр. Біздің енді біріншіден бір айта кетерім, осы біздің сыныпта көп еңбегін сіңген, көп терлеткен, көп бізге осы өмірдегі жолымызды әр уақытта да дұрыс болуымызға, жауапкершілігімізге үйреткен Тілешев Насып Сәрсенбаев деген класс жетекшімізге бір қошемет беруіңізді сұраймыз. Ол кісі марқұм, біз тірі тұрғанда біз еш уақытта да Нәсіп Сәрсенбаевты ұмытпаймыз. Осы сыныптастары ең алғашқы Ақтау орта мектебінің түлектері 75 жылы мектеп бітіріп, Нәсіп апамыздың жаңа айтқан салған берген білімі мен тәрбиесі мен күні бүгін бәрімізде осы жанұя болып өмір сүріп келе жатырмыз. Ал енді ол кісі өтінерім болды, сондықтан бәрімізге де орнымыздан тұрып 1 минут еске алуды сұрағым келеді. Нәсіп апайдың рухына. Көп-көп рахмет бәріңізге де. Енді және де осында бүгінгі мейрамға өзіміздің осы 10-шы сыныптың ұстаздары Ләйла Жакешевна, Анисимова, Төрегелдиева, Күнсу Хамидуллин деген біздің ұстаздарымыз отыр. Сол кісілерге бір ду қол шапалақтап жіберейік. Ләйла Жакешевна, сіз завуч болдыңыз енді, артық жоғын енді, тентектікте болған бар уақытта бізде. Ал кешірім сұраймыз енді, бірақ сіздің қатал тәрбиеңізбенен біз бүгінгі осы жетістіктерге жетіп жатырмыз. Сізге басым дейіп, өз атымнан, жанұям атынан рахмет айтамын, Ләйла Жакешевна. Қонақ болып келдіңіз, бір қойдың басын жеп келдіңіз. Ал енді тағы да айта кетер болсақ, осы мына Ахметов Хафиз Маратұлы
1983 жылы 82 жылы қызыл әскерден келіп военрук болып осы кімге Қапезге сабақ беріп едім. Біздің түлегіміз ғой, солай ма Қапез? Маратұлы, айып етпесіңіз енді Қапез деп отырғанына, құрметті қонақтар, ұстаздар. Қапез Маратұлы, сізге өте ризамыз. Баян Жеңіс Мұратқызы, осы мана өзі айтты ғой, осы ауылдың түлегі екеуі де, Ақтау ауылының түлегі, Паниктің дүниеге келген. Әке-шешелері біз көріп қалдық, дәмдес болдық. Марат ағалармен, Ұлғосын апайлармен. Бүгін міне сендер сол өз топырағыңызда осындай үлкен мектепте мероприятие өткізіп жатсыз. Ал рахмет көп-көп. Қапез Маратұлы, деніңіз сау болсын. Болашақта биіктен көріне беріңіз, жоғарыдан көріне беріңіз. Шын жүректен тілектеспіз. Ал енді және де осында көп жыл еңбек еткен ұстаздар келіп отыр. Елтай Кахович, Сарапбай, Сабиля Кадыргалиевна, Анар Шамшиевна, Мунира Мухамгалиевна, Светлана Николаевна, Светлана Мажитовна, Бақчан Есенич, Жұмағыз Бақчановна, Күміс апай, бәрімізге мыңда бір рахмет. Нұрлан Хайрович, көп еңбек сіңдірген осы біздің ауылға, біздің балдарымыз, түлектеріміз әр уақытта да алдын қатарда көрінсін деп айып етпеңдер уақыт алған боларым. Енді Қапез Маратұлы біздің 75 жылғы түлектерден азы шоғын сыйлығымызды алыңыздар енді мына. Сағат мұнда жазуы бар мені мұнарада. Ақтау орта мектебіне 1975 жылғы түлектерінен естелік дейді. Ал, рахмет. Бәріңізге де рахмет, мейрам құтты болсын. Маңызы зор іс-шара өтіп жатыр. Ол біздің Ақтау орта мектебінің 50 жылдық мерейтойы. Мынау Ақтау ауылында жаңа біздер мұражайдан шықтық. Үлкен аталарымыз біз көрген, соның ұрпағы, соның ұрпағының ұрпақтары. Мен қызмет атқарған уақытта менің құрдастарымның балдары оқыды. Мен жасыратым жоқ, бәрінде куәсіңдер. Соларға жаңа әкесінің атын айтып рұқсат едім. Бірақ оның бәрі де сол балдар азамат болсын дедік. Мен қазір мына Оралда жүрсем де қатты мақтанышпан біздің оқушылардың жеткен жетістігіне. Қазір енді сол балдардың балдары оқып жатыр. Жаңа Ленекеде олардың айтқан тақпақтарын біздер көріп, сондай риза болдық. Сондықтан да құрметті жерлестер. Мынау ауылдағы ұстаздар қауымы, мынау сахна, осы сахна, ұстаздардың сахнасы еді заманында. Бәрін куәсіңдер. Біз мектептен шығып, осы сахнаға келіп, жаңағы әрбір іс-шарада алдына даярланып, жаңағы өзіміздің мерекелік концерттерімізді қоятын. Сондықтан сол жалғасын тапсын. Мен бәріңізге зор денсаулық тілеймін. Мынау өсіп кеткен ұрпақ өссін, аман болсын, біздің мақтанышымыз болсын. Құрметті ұстаздар қауымдар, сізді тағы да құттықтаймын, мерекелермен құттықтаймын. Енді мен біздер мынау бір 50 шақты бұрынғы қызмет атқарған ұстаздар шақырылған деп естимін. Бірақ әркіміз әр шалда жүргесін, жаңа келіп осында бір-бірімізді көріп жатырмыз. Енді біздің де сыйлығымыз бар. Мен сценарийді бұзып жатырмын ба қыздар, айып етпейсіңдер. Қай уақытта береміз? Осы жерден беретін болсақ, қазір шығып, әкем сыйлықтарымызды берейік. Осы жерде ме? Онда біздің берген әкелген шейғымызды рәсіткелен қайда екен? Қыздар, Мағира. Жақсы, осылай мейрамда кездесіп жассын. Рахмет. Біздің сыйлықтарымыз енді ауылдастарының есіне оқушыларға пайдаға асатын заттар, мұғалімдерге пайдаға асатын заттар. Сондықтан қазір асханаға барады, сонда береді. Солай ма? Алғыс хаттар табыс етіледі. Құрметті Асан Айғалиұлы, сізге мектебіміздің 50 жылдығы қарсаңында жас ұрпақтың алаңсыз тәрбие білім алу үшін мектебімізді жабдықтауда демеушілік көрсеткеніңіз үшін шынайы ризашылығымызды білдіріп, алғыс айтамыз. Алдағы уақытта қызметіңізге толағай табыстар тілеп, әрдайым халықтың биік сеніміне бөлене берулеріңізге мектеп ұжымы атынан тілектестігімді білдіремін. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Мектеп директоры Хафиз Маратұлы Ахметов. Осындай алғыс хат Василя Құмарқызына табыс етіледі.
Құрметті Василия Құмарқызы, өскелең ұрпақтың бойына білім мен өнерді, адамгершілік пен адалдықты, туралық пен шындықты, рухани байлық пен ұлттық қасиеттерді сіңіріп, оны тұлғалы азамат етіп қалыптастыруда Досымғали Қабдешұлының үлесі орасан мол. Құдай қосқан жарыңыздың алтын басын қадірлей білген, алаңсыз сүйген кәсібімен айналысуына ықпал еткеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Ұл келіндеріңіздің рахатын көріп, ұзақ та бақытты ғұмыр кешуіңізді тілейміз. Мектеп директоры Хафиз Маратұлы Ахметов. Құрметті мектеп түлегі Асанов Әлбек Якубұлы, сізге мектебіміздің 50 жылдығы қарсаңында жас ұрпақтың алаңсыз тәрбие білім алу үшін мектебімізді жабдықтауда демеушілік көрсеткеніңіз үшін шынайы ризашылығымды білдіріп алғыс айтамыз. Алдағы уақытта қызметіңізге толағай табыс тілеп, әрдайым халықтың биік сеніміне бөлене беруіңізге мектеп ұжымы атынан тілектестігімді білдіремін. Зор денсаулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Мектеп директоры Хафиз Маратұлы Ахметов. Осындай мәтіндегі алғыс хат құрметті Кәрімов Досым Салауатұлына табыс етіледі. Осындай мәтіндегі алғыс хат Иманғалиев Жанболат Ғайниұлына табыс етіледі. Осы залға жиналған баршаңыз білесіңдер. Бүгін біздің Ақтау орта мектебінің 50 жылдығы. Сол 50 жылдықпен бәріңізді құттықтаймын. Жаңа бұрынғы ұстаздарды көріп, бұрынғы ағайларымызды көріп, апайларымызды көріп, бұрынғы істескен жұмыстас болған ұстаздарымызды көріп, көңілдеріміз жібіп, бірімізді-біріміз құшақтасып, көрісіп жатырмыз. Айналайын ұстаздар, жаңағы қадірменді пенсиядағы қазір ұстаздар, сендерді аман есен көргеніме өз жанұямның атынан рахметімді айтамын. Әрқашанда дендерің сау, аман болыңыздар. Сендердің еңбектеріңнің жерде қалмағаны, біздің еңбектеріміздің жерде қалмағаны жаңа мектепте көріп, аралап, біздің ізбасарларымыз бар екен, беделін түсірмеген екен. Әрқашанда сендер жас ұстаздар, әрқашанда мектептің беделін көтеретіндеріңізге сенім білдіреміз және оны көріп тұрмыз. Ауылдастар, өздеріңізге белгілі, ұстаздар тек қана мектептің жұмысын емес, ауыл жұмыстарына да, көркем өнерпаздарға да әрқашан ат салысып беделін көтерді. Енді мен қыздарым жаңа маған қабырғасы алмай қалған болар. Біздер балалар екеуміз ойлап отырып, осы құралақан бармайықшы, 50 жылдығы болып жатыр ғой, өзіміздің істеген мектебіміз ғой. Балеркеде осында істеді. Менің 3 балам да осы Ақтау орта мектебін бітірді. Қазір әр салада жұмыс істеп жүр. Осы ұстаздардың арқасы, олардың берген білім тәрбиесі соны ақтап жүр. Енді қазір жаңа мұражайға кіріп, бұрынғы менің бастап кеткен мұражайымды жаңағы орнына келтіріп, солай қалпына ұстап отқан Дариғаға, Төлеқайыр, саған көп-көп рахмет. Біздер істегенде мұражайды мен тек басшысы болдым, мен тек ұйымдастырушы болдым. Бәрін істеген осы Ақтау мектебінің ұжымы. Естеріңізде болар, жас мұғалімдер айтқанымды екетпей, үйге жіберіп, көше-көшені бөліп беріп, сендер бар, қандай мұражаттар бар, жинаңдар, әкеліңдер.
біздер осында өзіміздің ізімізді, тарихымызды жазып кетейік деп айтып едім. Соны екі етпей, сол жас мұғалімдер сол кездегі ештеңе айтпай бәрін істеді. Енді соны қалпына келтіріп, қалпында сақтаған, жаңағы сақтап отырған Ақтау орта мектебінің ұжымдары, сендерге рахмет, Дариға саған рахмет. Бәрін ұйымдастырып жүрген мына Баян Жеңіс Мұратовна, енді Хафиз Маратұлы жаңадан келіп жатыр ғой. Ол енді өзім бірге жұмыстас болған оқушым, әрі алғашқы әскери дайындық бірге істедік. Бірнеше қазір сіздерге келіп жатыр, өте қуаныштымын осы кімнің Хафиздің келгеніне. Бұл да мектепті беделін асырады деп есептеймін. Жаңа өзіміздің алғашқы әскери дайындық, қазір патриоттық жұмыстар бізде Қазақстанда соңғы кезде өте кеміп баратыр. Сондықтан балаларды жастан бағыт беріп өсіруде мына алғашқы әскери дайындық жұмысы беделі өте жоғары. Соның енді жаңа Мержан Хайрич, саған көп рахмет. Менің істеп кеткен алғашқы әскери дайындық немді төмендетпей, жақсы етіп орнына қойғаныңа. Саған көп рахмет. Барлығыңызға. Енді Хафиз, мынау мұғалімдер уақытпен жүретін адамдар ғой. Соған мына екі жағы бірдей көрінетін, дәлізге неяқтан келе жатқанда көрінетін, неяқтан келе жатқанда және исторический фонарик сияқты соны ансамблі жетекшісі Алтай Қожаев, Нұрғиса Тендиев, Ата Толғауы.
школьного пройтись по тихим школьным этажам, здесь пройдено и понято немало. Тут голос робот мелким не дрожал, но ты домой с победою бежал. И если вдруг удача запропала, пройдись по тихим школьным этажам. Для нас всегда открыта в школе дверь, прощаться с ней не надо торопиться. Но как забыть звончик звонка забей и девочку, которой нес портфель? Пускай потом ничто не повторится, для нас всегда открыта в школе дверь. Спасибо, что конца урока нет, хотя и ждешь с надеждой перемены. Но жизнь она особенный предмет, задаст вопросы новые в ответ. Но ты найди решение непременно. Спасибо, что конца уроков нет. Спасибо, что конца уроков нет. Спасибо, что конца уроков нет. Украина щедрик. Алдарыңызда 2014 жылғы облыстық елін мейлін хор байқауының бас жүлдегерлері ауданымыз Қасқалы аудандық мәдениет үйі қызметкерлерінен құралған хор ағайын.
келесі sayınlarımız Бекболат Тілеухан, Нұрсұлтан Назарбаев, елім менің, орындайтын хор. Мереке құтты болсын. Құрметті ауылдастар, тағы да бұл мектептің 50 жылдығы, бұл ауылдың 50 жылдығы. Мектеп деген ауылсыз болмайды. Сондықтан жалпы бәріңізді де осы 50 жылдық мерейтоймен құттықтаймын. Енді бір айтып беретін
Жанар Нұрболатқызы бастап келген ұжымға мыңда бір рахмет. Мен барғанда осы кісілерге мені күтіп жатқан деп болды. Барғанда ойбай барамыз деген деп. Сондықтан үлкен ұжымға сізге творчество шабыт болсын. Уважаемые артисты, мы сердечно поздравляем от имени всего села, от коллектива школы. Счастья вам и добрых дней. Рахмет. Борышым алдында. Мереке құтты болсын келіншектер. Мектептің абырой беделі арта берсін. Ел аман, жұртымыз болсын. Балапанды көзімнен қанат қақтым, жақсы менен жаманның дәмін таттым. Аялаған ақ бесік ауылым-ай, қалайша мен өзімді ұмытпақпын. Ауылым-ай, ауылым-ай, сағынамын сендерді бауырлар-ай. Асқарымдай, аспанымдай, құшақ жайып қарсы алған достарым-ай. Балапаным балконын өзіндегі, сенен ешбір суықтық сезілмеді. Әлі күнге сақтаулы тұрма екен, асықтарым менің бала кезімдегі. Ауылым-ай, ауылым-ай, сағынамын сендерді бауырлар-ай. Асқарымдай, аспанымдай, құшақ жайып қарсы алған достарым-ай. Ауылым-ай, ауылым-ай, сағынамын сендерді бауырлар-ай. Асқарымдай, аспанымдай, құшақ жайып қарсы алған достарым-ай. Ауылым-ай, ауылым-ай, сағынамын сендерді бауырлар-ай. Асқарымдай, аспанымдай, құшақ жайып қарсы алған достарым-ай. Жалаң аяқ жүгіріп жарысқаным, асық ойнап достармен алысқаным. Әлі күнге есімнен кетпей қойды, хат жазып мен қыздармен танысқаным. Ауылым-ай, ауылым-ай, сағынамын сендерді бауырлар-ай. Асқарымдай, аспанымдай, құшақ жайып қарсы алған достарым-ай. Ауылым-ай, ауылым-ай, сағынамын сендерді бауырлар-ай. Асқарымдай, аспанымдай, құшақ жайып қарсы алған достарым-ай.